Алматыны одан әрі дамытуға арналған жиыннан кейін президент қаладағы бірқатар нысанды аралады. Қасым-Жомарт Тоқаев алдымен инновациялық кластер орталығының жұмысымен танысты. Мұнда 4 технологиялық зертхана бар. 50-ден аса IT компания түрлі жобаларды жүзеге асырып жатыр. Инновациялық кластердің жұмысына 284 ұйым біріктірілген. Запускаем производство уже на территории Евросоюза и Китая. То есть планы у нас такие глобальные. 3 года начали тоже как компания, получили первый раунд инвестиций от нас. Молодец, успехов тебе. Спасибо. Осыдан кейін Қасым-Жомарт Тоқаев сал ауруына шалдыққан балаларға көмек көрсететін орталыққа барды. Қоғамдық бірлестік тірек қимыл жүйесінде ақауы бар ересек адамдарға да қызмет көрсетеді. Әзірге елімізде мұндай жалғыз орталық жұмыс істеп тұр. Президент солардың қатарын көбейту керек деді. Мекеме қызметкерлерімен тілдескен мемлекет басшысы орталыққа арнайы жабдықталған шағын автобус тарту етті. У нас на сегодняшний день разрозненная ситуация, поэтому мы вот этот пилотный проект поддержали. Сейчас участвуем, будем экстраполировать уже на всю систему. Надо этот пилотный проект масштабировать. Президент аралаған нысандардың қатарында инвестиция үйі де бар. Мемлекет басшысына кәсіпкерлікті қолдауға арналған орталықтың ондағы 2 микроқаржы ұйымдарының бизнесті өркендету бағытында атқарып жатқан жұмыстар туралы баяндалды. Соңында Қасым-Жомарт Тоқаев Қара шаңырақ Қазақ ұлттық университетінде болып студенттермен кездесті.